Неге базардағы көрші тауарды өз алған бағадан да арзанға сатады? Бұл қандай шайтан схема? Береке электромобильге арналған бөлшектермен бизнес бастамақ болды. Батарея әкелді. Адал баға қойды ма? 20 мың. Сол кезде қарсы беттен үлкен желілік ангар ашылды. Дәл сондай батареяларда 10 мың рубль қойды. Да, Береке аңтаң. Екеуі де бір жеткізушіден 15 мың алады ғой. Ал құпиясы қарапайым. Ангар алып акула. Ақшасы көп. Оларға жарты жыл минусқа жұмыс істеу түк емес. Олар Береке клиентсіз отыр. Жалға алу ақысы қысат. Отбасын асырау керек. Ақыры құлып салып таксиге кетеді. Береке кеткеннің ертеңіне ангар 20 мың емес 50 мың қояды. Бәсекелес жоқ. Береке нокаутта. Енді клиенттер осы жыртқыштарға 3 есе қымбат төлейді. Өйткені баратын басқа жер жоқ. Демпинг бұл сені алдымен арзанмен тойдырып, кейін бәрін тартып алу. Жазыл. Мұнда пайдалы дүние көп.